Сәлем достар, мынау диджей Осмо, ал мынау 6 жасар Нұрдәулет. Жоқ, менің атым Алдияр. Ал мынау болса қарапайым экономиканың бүгінгі саны. Бара бер Нұрдәулет. Менің атым Алдияр. Біздің сайтымызға 2 миллиард мұсылманнан келген өтініштен кейін бүгінгі санымызды ислам қаржыландыру жүйесіне арнамақпыз. Ал кеттік. Алдымен ислам қаржы жүйесінің дәстүрлі қаржы жүйесінен қаншалықты айырмашылығы бар екенін анықтап алайық. Дәстүрлі қаржы жүйесінде банк салымшы мен қарыз алушының арасында делдал қызметін атқарып, пайызбен несие беру, сондай-ақ әртүрлі қаржы аудармалар арқылы пайда табады. Ислам қаржы жүйесі дәстүрлі қаржы жүйесінен ондай үлкен айырмашылығы жоқ. Бір ғана айырмашылық бар. Ол бүкіл амалдардың барлығы шариғат заңдарына сәйкес болу керек. Ислам қаржы жүйесі келесі принциптерге жүгініп жұмыс істейді. Біріншісі, ол ысырап қылмау. Мысалы, бір уақытта 2 ноутбукты сатып алу, бұл да ысыраптардың қатарынан. Екінші принциптердің бірі, ол заңсыз және монополия арқылы сауда жасау. Бұл жерде мен ғана ноутбук сатам. Бұл да ислами қаржы жүйесіне сәйкес келмейтін принциптердің бірі. Үшіншісі, тауарға қойылатын бағаның тым қымбат болмауы. Бұл ноутбуктың бағасы 900 мың теңге. Бұл өте қымбат, және бұл ислам жүйесіне сәйкес емес. Келесі принциптердің бірі, ол ұрлық жасамау, яғни ұрланған затты сатпау керек. Бұл да ислами қаржы жүйесіне сәйкес емес. Ноутбук алмайсың ба? Жоқ, қажет емес, ұрланған зат алмаймыз біз. Ислам қаржы жүйесінде мушарака және мудараба секілді әртүрлі өнімдер бар. Сондай-ақ, ислам қаржы жүйесі арқылы сіз несиені пайызсыз және ипотеканы өте ерекше тәсілмен ала аласыз. Сонымен бүгінгі бағдарламамыз тәмам. Келесі сандар кездескенше сау болыңыздар. Ассаламу алейкум.